بسم الله الرحمن الرحيم Ғарыштағы жолдар. Ол сондай Алла, түнді, күндізді, күн мен айды жаратты. Әрқайсысы көк кеңістігіндегі өз жолымен жүреді. Түнгі аспанға мұқият зер салып қарайтын болсақ, жұлдыздар бізге бір орында тапжылмай тұрғандай көрінеді. Ал олардың қозғалысын тек телескоптың көмегімен ғана көре аласыз. Ерте ғасырларда адамдар жер шары қозғалмайды, күн жерді айналады деп есептеп келді. Кейіннен жүргізілген әлемге байланысты зерттеу жұмыстарының нәтижесінде күн бір орнында тұрады, жер айналады деген тоқтамға келді. Алайда күннің өзіндік бір жолмен қозғалатындығын біле алмады. Кейіннен телескоптардың көмегімен әрі астрономия ғылымының шарықтап дамуының нәтижесінде күннің де қозғалатынын, оның айналасында жер шарының да айналып жүретінін анықтады. Күн өзінің айналасындағы планеталармен бірге сағатына 720 мың километрден асқан жылдамдықпен Вега жұлдызына жылжып барады. Ғылымның соңғы ғасырларда ашқан осы жаңалығы Құран кәрімде былай баяндалған: сондай-ақ күн белгіленген көлемінде жүреді. Міне, осы аса үстем, әр нәрсені білуші Алланың өлшеуі. Күннің айды қуып жетуі, екеуінің қосылуы, түннің де күндізді басып озуы мүмкін емес. Әрбірі көкте жүзеді. Алланың түнді күндізбен, күндізді түнмен ауыстырғандығын, күн мен айды бой сұндырғандығын көрмейсің бе? Күн де, ай да өз шеңберінде белгілі бір мерзімге дейін айналып жүре береді. Алла сендердің істеп жатқан амалдарыңнан хабардар.